бір апта жаттығу жасап біттім. Міне осы бір аптаны қорытындылай отырып, екінші видеомды түсіріп жатырмын осы спортивный тематикаға байланысты. И қазір мен сіздерге бүгін қандай жаттығу жасаймын, соны өзім сіздерге көрсетемін. Осындай жаттығулар деп. Одан осы бір аптаның ішінде қандай өзгеріс байқадым, ішімнің кішкене қатайғанын байқадым, абай керемет қатты өзгеріс байқалған жоқ. В принципе, бәрі сол қалыпты. Енді бір апта өтті, бір айдан кейін уже қалай болатынын көреміз. Ал растяжка жағынан кішкене жеңілдеп жатыр. Одан пресс жағынан басында прессім ауырды, 3-4 күнде ауырып жүрді, одан кейін ол басылды. И қазір жаттығу жасаған кезде ғана былай кішкене напрягаться етеді. Енді ол дұрыс, яғни мен жаттығу дұрыс жасап жатырмын деген сөз. Болды, басқа кезде ауырмайды. Жаттығу жасағаннан кейін барлық денемді күшті сезінемін, все-таки қан жүгіріп, денсаулыққа ол жағынан өте пайдалы. Так, сосын не айтайын деп едім сіздерге. Бірден айта кетейін, жаттығуды көрсетпес бұрын сіздерге мотивация. Енді сіздер мысалы мен видеоны қазір көріп жатсыздар ғой, сырттан қарағанда бір басқа вселенныйдың адам сияқты көрінуі мүмкін. Мысалы, мен өзім де басқа қыздардың ютубта видеоларын көремін, жаттығуларын. Сол кезде бұрын ойлайтын, мен сосын жасаймын, маған бір особенно күн керек, әлі дайын емеспін, маған коврик керек, спортивный киім керек, настрой керек деген сияқты бір сигнал бірдемен күтіп жүретін. Сол сияқты сіздер де солай істеуіңіз мүмкін. И мен бұл жерде өзімнің бір уловкамды тауып алдым. Неліктен мен үнемі откладывать етіп жүретінмін. Ол потому что мен өзім ойлайтын, күніне 1 сағат бөлу керек, 1 сағат, 2 сағат тренировка жасау керек, жақсылап тұрып, арықтап, фигураны күшті қылдырып алу үшін. Одан кейін АПП, правильное питание, тамақтар, калория, бәрін разбираться ету керек, көру керек, зерттеу керек, оның бәрі уақыт, мен қалай уақыт бөлемін, балаларға кім қарайды, балама кім қарайды деген сияқты. Сөйтіп жүріп, уақыт өте береді. Ал мысалы, уже көзімді қолға алғаныма міне почти 1 ай болды. Скоро видео түсіремін, кім күтіп жүр, 1-2 күннен кейін видео болады. Бірақ мен өзімнің миымды алдадым и сендірдім, что күніне 10 минут қана жаттығуға бөлу на самом деле өте оңай. Өте оңай, жаңа отмазка жасамайсың. Бар болғанда ютубтан өзіме сай жақсы жаттығулар тауып алдым, болды. Еш нәрсе қиналмаймын, еш нәрсе арнайы уақыт күтпеймін, аламын да жасаймын, болды. Яғни маған бірден бастап кететін сондай пинок керек болды да, и бір жағынан сіздер де мотивация бересіздер. Енді мен сіздерге де мотивация бергім келеді, бөліскім келеді эмоциямен, чтобы қалай болып жатқанын біреу көру үшін, сіздерге уәде беру үшін, чтобы мен жаңағы жұмыстан қалып, істемей қояйын, ешкім білмейді ғой, ештеңе етпейді ғой деп, жоқ, өзіме уәде бердім, өзіме деген жұмысын бастадым. Егер мен күніне өзімнің денсаулығыма 10 минут уақытын бөле алмасам, онда мен қалай не үшін өмір сүріп жатырмын? Егер ойлаңыздаршы, өзіме 10 минут уақыт бөле алмасам, көрдіңіздер ме? Және мына іштеңеді кетіп баратқан соң қолға алуды шештім. И бұл жерде айтарым, бар болған сол ғана секрет, күніне 10 минут уақыт бөлу. И бұл жаттығулар шынымен енді қиындау негізінде, бірақ 10 минут деген тез өтіп кетеді. И күнделікті күндер өте береді, ертең қалай нәтижеге келгенін байқамай қаласың. Так, болды. Айтатын нәрсе, в принципе, осы. Қазір жаттығуларды көрсетемін. Еще мен толық жаттығуларды сізге жасап көрсетемін деп ойлағам, бірақ шынымды айтсам ұялдым. И все-таки босанғаннан кейін қазір мен өзімді сезіну, өзімнің формам бұрынғыда қыз кезіндегі емес, менде тек пластика болатын, ал спортивный бір менде достижение, спортпен айналысу деген қатты ондай болмаған. И мен өзім спортивный емеспін да. И кейбір жаттығулар маған қиын түседі. И ұялдым да, бір жағынан көрсетемін, мысалы аяғым қазір уже даже тік ұстай алмай қалған ба, босанғаннан өзім таңғалдым, растяжкам қайда кеткен деген сияқты. Ұялдым да кәдімгі түсіруге. Қазір сіздерге тез просто бір-бірдей көрсетем, жасамайым сіздердің көздерінше, просто көрсетем. Соның өзіне маған үлкен батылдық керек болып тұр қазір сіздерге көрсету үшін. И таңғалдым, кейбір жаттығуларда қиналып, әзер жаңағы сила волямын етіп, кәдімгі қиналып жасайтын жаттығулар бар. И таңғалдым, өз-өзіне көңіл бөлмесе, қаншалықты адам солай тозып жүре беретін сияқты. Негізі шынымен де 25 жаста болсам да, егер өз-өзін қолға алмасам, қартайып, толып, сол әбіржіп жүре береді екенсің. Ал спорт деген ол қалай күшті, қандай энергия, ол адамның денесіне қандай күшті пайдалы әсер деген өте мол. Вот, сондықтан айып етпеңіздер, жаттығу менің жасағаныма күлмеңіздер. Мен ойлаймын, что негізі вообще жаттығу жасамайтын, қарап жүріп қой, мысалы, ішін
іші бүйтіп шығып кетіп 4-5 складка болып көйлек шалбар киіп жүре беретін әйелдер де бар негізі, өздеріне қарамайтын, мысалы саған қарап ой сен ішің жоқ қой деп айта салатындар да бар негізі, өздеріне просто көңіл бөлмейді, даже 10 минут бөле алмайды. Ол кісілер ойлаймын да, мен қалай жүреді деп, уже жастар да кетіп бара жатыр, мысалы біз күннен күнге жасарып бара жатқан жоқпыз, күннен күнге қартаямыз ғой, сол сияқты. Сондықтан кіммен қазір жаттығу жасап жатыр, сіздер молодецсіздер, мен де молодецпін. Болды, енді келесі жаттығуға көшеміз. Қараңыздар, мына үшке арналған жаттығулар 5 минут күніне кетеді, растяжка, шпагатқа отыруға 5 минут, барлық жаттығулар 2 подходтар жасалады, и все. И то, что хорошо, мен жаттығуды мысалы видеоға қарап жасайтын, қазір уже жаттап алдым, рет-ретін бәрін жаттап аламын, маған видео қосып керек емес, ыңғайлы уақыт керек емес, кез келген уақытта жасаймын. Жасап жатам да, енді кірісіп, енді қиналып бастаған кезде, все, жаттығу бітіпті ғой деп таңғаламын да. 5 минуттық, 10 минуттық жаттығудың кереметі сол. Бұл жерде главный бастап кету ғой, ары қарай не важно. Уже кірісіп кеткеннен кейін поезд сияқты тоқтай алмай жүре бересің. Вот, сондықтан мына жаттығулар өте керемет, маған қатты ұнайды прям. Так, енді көрсетейін. Бірінші ішке арналған жаттығулардан бастайық. Мен нені вакуум деген жаттығу бар екен білесіздер ғой, мен оны қоспаған, осы аптада жасаған жоқпын ол жаттығуды. И осы ертеңнен бастап, бүгін бастап қойдым уже, и күнделікті тоже жасайын деп шештім, тоже қосам деп шештім, өйткені ол ішке өте күшті көмектеседі. Оны мен қазір жасамай ақ қояйын. Қазір мен жасап жүрген жаттығуларды көрсетейін. Ең бірінші жаттығу әрине ол планка. Бұл жаттығуды бәрі мақтайды, мен өмірде бірінші жасап бастадым. 2 подходтан жасайсыздар, 45 секунд, 15 секунд демалыс, и тағы 45 секунд. Енді планканы білетін шығарсыздар, көргенде шығарсыздар. Мынау 2 иығымыз, 2 білегімен бірге қатар тұру керек. Денеміз осылай биік көтеріп ұстауымыз керек, яғни былай түсіп кету болмайды. Осылай максимально осылай биік ұстайсыздар. И осылай 45 минут тұру керек. 45 минут тұрасыз. 45 секунд тұрасыз, 15 секунд демаласыз, одан қайттан 45 секунд тұрасыз. Так, келесі жаттығу. Мынандай жаттығу. Иығымызды кішкене бүйтіп көтереміз. Қолымызды былай қоямыз да. Мынау білектің ұшын тіземізге тигізуіміз керек. 1, 2, 3, 4. Мынау біздің пресс жұмыс жасайды. Былай бүйтіп көтерілген кезде, бүйтіп бір-біріне тигізген кезде кәдімгі пресс жақсы жұмыс жасайды. Одан келесі үшінші жаттығу. Бұл жаттығуда біз 30 секунд жасаймыз, 15 секунд демаламыз, одан қайттан 30 секунд жасаймыз, жаттап алыңыздар. Келесі жаттығу тоже осылай жатып жасау керек. Мынау аяғымызды көтересіз, 2 аяқты көтеріп, 2 қолды көтеру керек. Иық жерге тимеу керек, иық кішкене көтеріп тұру керек. И былай шетке, ортаға. Осы біраз 10 секундтан кейін уже прессіңіз жұмыс істей бастайды. Менің аяғым былай тік тұра алмай қалыппын, мен бұрын күшті тұратын, осы жаттығусын бүйтіп жасаймын ғой. Бір жерде су құрлықтан шыққан бір балық сияқты жасаймын осылай. Но енді сіздердің де растяжка нелеріңізге байланысты ғой, қалай. Самый главный не важно, былай осылай жасай берсең, мына прессің жұмыс жасайды. Одан келесі жаттығу. Мына білекпен тұрасыздар да. Бұл соңғы жаттығу, мына осы аққана. Жаңағы жаттығу тоже 30 секунд жасайсыздар, 15 секунд демаласыздар, одан 30 секунд жасайсыздар. И соңғы жаттығу пресске арналған, мынандай типа велосипед сияқты. Тек мына былай емес, былай емес, максимально жерге жақын жасау керек, сол прессіңіз напрягаться жұмыс жасайды. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Мынау аяғымыз бірақ жерге тимеу керек. Болды, міне пресстің жаттығулары осы. Так, енді шпагаттың жаттығуларын көрсетейін. Так, былай жатайын. Шпагатқа біз растяжка жасауымыз керек. Бұл жерде де мен растяжкам қазір уже кішкене нашарлаған. Ең бірінші мынадан бастайсыздар, күнделікті. Негізі максимально көп көңіл бөлген дұрыс негізі. Яғни мына алдыға қарай тартылу емес, мына ішіңізді мына жерге тигізу күннен күнге. Яғни былай осылай жаттығу жасайсыз. 1 минут осылай тұрамыз. Осындай положенияда 1 минут тұрып күннен күнге жақынырақ
былай жақындау керек. Так, 1 минут жасайсыз. Одан кейін келесі жаттығу. Былай аяғымызды былай қою керек. Бұл жерде маңыздысы мына бедроның бір шеті көтеріп тұрмау керек, бүйтіп жерде жерге тиіп тұру керек, тіп-тік. Осылай жатасыздар. И осылай ұстау керек. 30 секунд осындай положение тұру керек. Осылай тұрасыздар. Мына жердің кәдімгідей растяжение болу керек, шыдау керек. Мен мына жақ аяғымның растяжкасы жақсы и спокойно тұрамын. А вот мына жақ аяғым уже кішкене қиналып тұрамын. Осылай істейсіздер. Егер де растяжкаларыңыз жақсы болса, мына аяқты кішкене бүйтіп сыртқа қарай шығаруға болады, ол енді қиын. Былай осылай да істесеңіз болады. Осының өзі бар ғой, қиын, жасап көріңіздерші. Мына белін көтеріліп кете береді, бәрібір. Осылай жасау керек. 30 секунд тоже, 30 секунд жасайсыз. 15 секунд негізі демалып, бұл жерде маңызды емес, демалмай қойсаңыздар да болады, бірден жасайсыздар негізі. Именно растяжкада. Пресс емес себебі. Так, келесі жаттығу. Аяғымызды тартамыз. Жатасыздар да, бір аяғымызды аласыз. Былай көтеріп, өзіңізге қарай ақырындап тартасыз күннен-күнге осы. Тартып жатасыздар. 30 секунд тұр. Бір аяқ, екінші аяқ. Келесі жаттығу. Выпад. Былай выпад жасайсыздар. Аяқ тік болу керек. Максимальный. И білегіңізбен былай тұрамыз. Осылай тұрып, 30 секунд тұрасыздар. 30 секунд тұрғаннан кейін екінші аяқ выпад жасайсыздар. Осылай білегіңізбен тұрасыздар. Бұл маған қазір оңай болып кетті, маған осы жаттығу ең оңай. Одан кейін 1 минутта жаттығу, ол шпагат уже. Яғни күннен күнге шпагатты жасау керек, и бір күні мақсатыңызға жетесіз. Бұл жерде самый главный аяқ бүгілмеу керек. Яғни мынау тік болу керек, мына жағы тік болу керек. Ақырына растяжка жасай бересіздер. Жаттап алыңыздар қазір менде қандай, бір айдан кейін қалай болатынын көреміз. Бір аяғыммен осылай 30 секунд тұрасыздар. Екінші аяқ. Маған мен басын жасағанда бірінші, екінші күні бұлай тұра алмайтынмын. Қайта құлайын, бүйтіп ұстайын. Қиын қазір байқалады прям. С каждым разом лучше и лучше. Прям уже ауырмай, даже еще чуть-чуть могу істеуге. Мына жақ оңайсыз кетпеу керек. О, қиын. Все, жаттығуларымызды жасадық. Мені сіздерге көрсеттім жаттығуларымды. Енді сіздер де міндетті түрде жасаңыздар. Маған инстаграм парақшаларыма жазыңыздар. Келесі видео ровно бір аптадан кейін болады. Дәл осы күні болады. Күтіңіздер, YouTube каналға шығарамын, одан инстаграмға шығарамын. И бір айдан кейін көреміз, ішім қандай қалыпқа келеді, және растяжкам қалай болады, шпагатқа отырам ба, жоқ па деген сияқты. Енді прессімде егер шамалы ғана өзгерістер болса, мен міндетті түрде ары қарай жалғастыра беремін. 2 күннен кейін көздің жаттығуларын шығарамын YouTube каналға. В принципе, осы менімен болғандарыңызға рахмет. Кішкене шаршап қалдым даже. Так, болды. Сіздерге рахмет. Келесі көріскенше.